корень, ну как вот основание дерева. Вот проходят трубы холодной горячей воды. Посмотрите, насколько лезет ветка. Видите, оно там уже как подгнившее. В кроне, вон, посмотрите, проходят провода. Сама крона зависла над домом. Нина Спирина құрылысшылар көшесі 53-ге 4 жыл бұрын көшіп келген екен. Өзіне тұрып жатқан үйі ұнайды, бірақ соңғы кездері жел соқса болды, ескі ағаштар құлап кететіндей қауіп төндіреді дейді тұрғын. Шын мәнінде үйдің айналасы толған ағаштар, өкінішке орай барлығы дерлік ескіргені көрініп тұр. Тіпті тұрғын үйге қарай қисайып құласа, үйдің шатырында желілерді қиратып кететін түрі бар. Осыған алаңдаған тұрғындар көмек сұрауға мәжбүр болдық деп отыр. Ну, у нас такая возникла проблема с деревьями. Я как-то не придавала значения этому. Вот сейчас вот ветры, когда начались, уже вот раз, два, три. Бізде ағаштардың жайы қиналтып тұр. Жел болса бітті, биік ағаштар терезеге үйдің шатырына соғады. Айрықша мына беттегі биік ағаш қисайып кеткен. Тамыры жылу өтетін құбырдың жанында. Егер құласа, жылу құбырларында аударып кетеді. Үйге де қауіп төндіреді. Мен қаланың коммуналдық шаруашылық бөліміне осы мәселе бойынша барған едім. Олар КСК ОКМС тапсырыс беру қажет дейді. ОКМС басшысы Ольга Леонидовна бөлімге тұрғындар атынан ескі ағаштарды кесу туралы өтінішті тапсырған, бірақ оған ақша жоқ депті. Әрине, қатты жел соқса, ескірген тамырлары босаған ағаштар құлауы да мүмкін. Ондай жағдайда бастары биік ағаштар үйдің шатырында, жылу құбырларында тіпті адамдарға да қауіп төндіретін болады. Оған қоса бұл маңда әбден ескірген, кесіп тастауға тура келетін ағаштар да көп екен. Мұны комиссиялық түрде қарап шыққан қаланың коммуналдық шаруашылық бөлімі мамандары анықтады. Нами проведено комиссионное обследование данных деревьев на проспекте в районе жилого дома строителей 53. Біз құрылысшылар көшесі 53-ші үйді комиссиялық топпен қарап шықтық. Онда 50 қураған кесіп тастайтын ағаштардың барлығын анықтадық. Қазіргі таңда мердігер мекемеге апатты жағдайда тұрған ағаштарды кесуді тапсырдық. Ал қалған 50 ағашты түгел кесуді алдағы жылға жоспарлап отырмыз. Биыл ықшам аудандардағы қураған ескі ағаштарды кесу бастарын тегістеу мақсатына жергілікті қаржы қоржынынан 5 миллион теңге бөлінген екен. Қаланың коммуналдық шаруашылық бөлімі ол қаржыны жоспарланған жұмыстарға жұмсапты. Мұндай жағдайларда тұрғындар КСК басшыларына өз шағымдарын берулері тиіс. КСК ОКМС басшылары тұрғындардың өтініші бойынша қанша ағашты кесу бастарын тегістеу қажеттігін айтып, біздің бөлімге тапсырыс береді. Коммуналдық шаруашылық бөлімі қураған ағаштар қауіп төндірді деп тұрғындары шағымдаған үйдің маңдағы апатты ағаштарды кесуге шешім қабылдапты. Ал қалған 50 ескірген ағаштарды келер жылы кесу жоспарланған. Оған қоса мамандар алдағы жылда мұндай жұмыстарды қаланың осы шығыс бөлігінде бастаймыз деп отыр.